Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін осындай қазанда пісетін орама нан немесе ханым тамағын жасайтын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, алдымен тіркеліп, подписацияны басып қойыңыздар. Видеоның соңына шейін көріңіздер. Алдымен бір шай қасық тұз, жұмыртқа, суымызды барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы массамызға ұнымызды жай-жайден қосып, қамыр илейтін боламыз. Жақсылап тұрып, осындай көлемде шығу керек. Қамыр қараңыздар, енді ие қанғанша қойып қоямыз да, салмасын дайындаймыз. Фарш керек, пияз, кубиктап жақсылап турап аласыздар. Енді қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды барлығын қосамыз, және де аз ғана сұйық майымызды қосып, тұзымызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Сұйық май сочный, жаңағыдай керемет болып тұру үшін қосып жібересіздер. Енді қуыратын заттарының барлығын дайындап аламыз. Пиязды осылай ұзынша солонка қылып турайсыздар. Одан кейін осы перецімізді, яғни тәтті бұрышымызды кубиктап турап аласыздар. Негізі ұзынша солонка қылып турасаңыздар да болады, ол енді өз қалауларыңыз. Мен осында кубиктап турадым. Және де капуста. Капустаны осында жіңішке етіп солонка қылып турайсыздар. Картошканы кубиктап турайтын боласыздар. Барлығын турап дайындап алып, қызып тұрған майымызға бірінші пиязымызды салып қызарғанша қуыратын боламыз. Осы пиязымыздың үстіне капустамызды қосып, екеуін бірге қызарғанша араластырып, қозғап отырып қуырып алатын боламыз. Енді картошкамызды, тәтті бұрышымызды және де осындай томатымызды қосамыз. Томатты мен осылай морозильникте кубиктап сақтаймын. Тұзымызды, дәмдеуіштерімізді дәміне қарай қосасыздар. Жақсылап араластырып, қуырып аласыздар. Енді аздап суымызды құйып, бетін жауып бұқтырып қоясыздар. Дайын болған қамырымызды иін қанғаннан кейін осылай жаятын боламыз. Қолдың көмегімен 4 жарым баса отырып, оқтаумен жайып, жұқалап түп-түзеу қамыр жаятын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен салған видеоны сіз бірінші болып көретін боласыздар. Сонымен қатар мен каналымда осындай қолжетімді үйдегі бар заттармен жасалынатын рецепттермен керекті, сіздерге пайдалы лайфхактарды осы YouTube арнама салып отырамын. Сондықтан мен каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алыңыздар. Содан кейін қамырымыз жайып болғаннан кейін осындай майымызды құйып, үстіне осы салмамызды салатын боламыз. Барлық жеріне қолдың көмегімен жайып шығамыз, жеткізіп. Содан кейін ұлу тәрізді мінекей осылай орап шығатын боламыз. Керемет қатпарлы болып шығады. Қайнап тұрған жаңағы суымызға құямыз. Енді менде сковородкам кішкентай болғандықтан қазанға ауыстырып алдым. Сіздер сковородкада жасай берсеңіздер болады. Осылай ішіне салып, бұқтырып қойып қоясыздар. 35-40 минуттай. Астын баяуыта. Неки біздің ханым, яғни орама нанымыз дайын болды. Тағамыз өте дәмді, керемет болып шықты. Қараңыздар, сочный болып. Дәл менің рецептімен жасап көрсеңіздер, бір жасағаннан сәтті болып шығатын болады. Сондықтан сіздерге кеңес берем. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода жолыққанша.